Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз ерекше құймақ дайындаймыз. Ол құймақ ұнсыз, сүтсіз және қантсыз жасалады. Бұл ең дәмді және пайдалы құймақ. Біз оларды тарыдан дайындаймыз. Алдымен 2 стакан тарыны жақсылап жуып тазалаймыз. Бұл құймаққа керек ингредиенттерді әпсена жазып кетемін. Және осы видеоны жоғалтып алмау үшін сақтап алыңыз. Құймақты 2 табада қуырған жақсы. Екіншісіне дайын құймақты салып, бетіне ерітілген сары май жағып отырасыз. Үйіндіні ара-арасында аударып отырған дұрыс. Сонда соңғы құймақ піскенше бірінші құймақ суып қалмайды. Жуылған тарыға 2 жұмыртқаны саламыз және бөлме температурасындағы 2 қасық сары май саламыз. Бұл құймаққа табиғи, яғни қолдың сары майын салуға да болады. Енді 2 стакан су қойып, үстіне дәміне қарай тұз саламыз және барлығын блендерден өткіземіз. Көбіне үлкендер бұл құймақты көкөніспен жегенді ұнатады, ал балалар сгущенкамен, вареньемен жегенді ұнатады. Бізде осындай тесто шығу керек, сұйық та емес, қою да емес. Оны жақсы қыздырылған табада аз мөлшерде еріген сары маймен пісіреміз. Тарының пайдасына келетін болсақ, адам денсаулығына пайдасы өте көп. Әсіресе ас қорыту жүйесіне және бауырға. Бұл құймақтарды бүкіл отбасым жақсы көреді. Олардың қаншалықты әдемі болғанын қараңыз. Оларға сүйікті салмамен дәмді және пайдалы таңғы ас ұсынуға болады. Бұл видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Комментарий жазып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз. Астарыңыз дәмді болсын.